Танысып қойыңдар, бұл Боб. Енді бүгін Боб ұшақ апатынан тірі қалып көреді. 10 000 метр биіктіктен секіріп, парашютсіз. Батылырақ Боб, секір. Көріп отырғандағыдай Бобтың құлау жылдамдығы 190 км сағатына. Оның қиналу уақыты, яғни жерге түсу уақыты 3 минут. Сен қуанышсың ба, Боб? Енді 10 км биіктікте Бобта кислород пен үлкен емес қиындықтар болады. Соңына қарай гипоксия мен естің жоғалтуына әкеліп соғады. Сол себептен Боб кірпіш сияқты құлайды. Арада 1 минут 20 секунд өткесін Боб 6500 метрда болады. Ол сол жерде болғандай өзіне келе алады. Өйткені сіз демалатын атмосфераның қабатында болады. Бірақ Боб өзінің тірі қалу мүмкіндігін арттыру үшін не істейді? Біріншіден, әртүрлі қияландыруларды алады. Егер де Боб заттардан бірдеме құрастыра алса, оның тірі қалу ықтималдығы арта түседі. Екіншіден, қайда қалауын таңдау керек. Ең қауіпті беті бұл бетон, тұрма және оғаш емес су. Өйткені бұл бетон сияқты іс жүзінде қатты. Сол себептен жақсы шешім болатын қар, пішен және матрас заводы. Сосын соңғысы, аяғыңыз бен қолыңызды еніне тартыңыз, иығыңызды дұрыстаңыз. Сосын демалыңыз. 3, 2, 1. Міне біз келіп түстік. Енді Бобты сәтті құлауымен құттықтайық. Боб. Ей, Боб. Боб. Осы видеоны достарыңа көрсет және каналға тіркел. Егер де Боб пен экспериментті көргің келсе. Боб.